Саламатсызбы балалар. Бүгінгі сабақтың тақырыбы заттарды санау, яғни қанша деген сұраққа жауап беру арқылы заттарды санаймыз. Түсінікті ме? Ал кеттік, түсінікті болса. Біздер бірден 10-ға дейін санап үйрендік. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Енді осы сандарды қолдану арқылы заттарды санаймыз. 10-ға дейін санауды үйренеміз. Заттар санағанда бір санынан бастап санайды. Заттарды 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 деп санаймыз. Яғни заттар санаған кезде олардың саны қанша екенін білеміз. Санның заттардың қанша екенін көрсетеміз. Алып кеттік. Мысалы, алатын болсақ, мына жерде 1 алма, 2 алма, 3 алма. Мына жерде 4 алма, 5 алма. Мына жерде заттар саны қалай болады? Заттар санағанда бөлеміз біз. Мына жерде 3 алма, мына жерде алмұрт десек 2 алмұрт. Яғни 3, 2 болады. 2-10 қоссақ 5. 5 барлығы 5 болып шығады. Заттар санау дегеніміз, яғни мысалы мынау неше санап жүрейік. Неше шар? Неше шар? Мына жерде 1, 2, 3 шар. Яғни мына жерде 3 шар болады. Заттарды осылай санаймыз. Мысалы, 1 доп, 2 доп, 3 доп. 1 ағаш, 2 ағаш, 3 ағаш. Осы заттар қалай есептейміз? Мынау 3 болады. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Мынау да 3 ағаш, 3 топ болады. Осылай заттарды санаймыз. Сіздер есептеп қараң енді. Доп деп алсақ, неше доп мына жерде? Мына жерде 1 доп. Мына жерде неше доп? Мына жерде 4 доп. 1, 2, 3, 4. Осылай заттарды сандар қолданып санаймыз. Яғни қанша деген сұраққа жауап беруді үйренеміз. Және таңбаларды үйренеміз. Қосу, алу тең болады. Яғни қосу алудан шыққан нәтиже. Мысалы, 5 алмадан аламыз 2 алма. Қанша болады? 1, 2, 3, 4, 5. Барлығы 5 алма. Осыдан 2 жеп қойсақ, неше алма қалады? 1, 2, 3 алма қалады. Осылай есептейміз. Төрт коробка.
4 коробканың үшеуін біреуге беріп жіберсек неше коробка қалады? 1 коробка қалады. Яғни 4 коробкадан 3 коробка алып тастағанда 1 саны қалады. Мысалы, бір дөңгелекке 2 дөңгелек қоссақ, 2 дөңгелек, 1 дөңгелек қанша болады? Тең болатысы санаймыз. 1, 2, 3. 3 дөңгелек болды. Осылайша балалар біз заттарды санауды үйрендік. Яғни қанша деген сұраққа жауап беруді үйрендік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Барынша түсінікті болды деп ойлаймын. Осымен екінші сабақ аяқтаймыз. Қош болыңдар.